Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өріктен қысқа сақтауға тосап жасаймыз. Менде осындай сырты жылтыр өрік алдым. Қалауыңыз бойынша, яғни абрикостан да жасасаңыздар болады, осындай майдалау өріктен де жасасаңыздар болады. Тосап өріктерімізді жақсылап жуып алып, ортасындағы дәнінен тазартып, ыдыстарымызға жайғастыратын боламыз. Шекерін өзіңіздің қалауыңызға қарай, яғни өріктің тәттілігіне қарай қосасыз. Мысалға 10 килограмм өрік болатын болса, 8 килограмм, 7,5 килограмм шекер жеткілікті. 5 килограмм болатын болса, 3,5 килограмм шекер жеткілікті болады. Осылай шекерді құйып, 5-6 сағатқа шекеріміз ерігенше қойып қоямыз. Шекер еріген соң осылай газымызға қойып, яғни отымызға қойып, 20 минут, бірінші қайнауы 20 минут қайнататын боламыз. Өріктің көбігі өте көп шығып, оның тарқауы өте қиын болады. Сол себептен керемет лайфхакпен бөлсем, осындай бір тілім сары майды салып жіберсеңіз, өрігіңіздің көбігі тез тарқап, келесісінде көбігі шықпайтын болады. Бірінші қайнауында 20 минут осылай қайнатып аламыз. 20 минут қайнап атқан кезінде, яғни мен дәндерінен жарты пиала дәнегін салып жібердім. Осылай демалдырып қоямыз. 20 минут қайнағаннан кейін 20 минут демалдырамыз. Қайтадан екінші қайнауын баяу отта қайнататын боламыз. Тағы 20 минут. Мен жарты лимонды осылай майдалап турап қосып жібердім. Лимон болмаса, лимонный кислотадан 2 шай қасық қоссаңыздар, өте дәмді, ерекше дәм беретін болады өрік тосабымызға. Міне осы екінші қайнауы өте баяу, 20 минут қайнатамыз. Стерилдеп банкілерімізді дайындап аламыз. 1 литрлік банкілерді осылай стерилдеп, қақпағын да бір қайнатып, дайындап қоятын боламыз. Міне қайнап 20 минутымыз өтті. Стерилденген банкілерімізге өрік тосабымызды құятын боламыз. Міне осылай барлық банкілерімізге өріктен жасалған тосабымызды құятын боламыз. Бұл өріктің тосабы өте дәмді, тәтті, тіл үйіретіндей болып шығады. Жасап көріңіздер. 10 килограмм өріктен 14-15 литр осындай тосап шығатын болады. Қою да емес, өзінің массасы да өте керемет шықты. Түсі де әдемі, дана-дана болып шықты. Осылай крышкасын жауып болған соң, осылай төңкеріп қоямыз 1-2 күнге. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлжаз.